Ассалаумағалейкум достар, жаңа ғана бокстан Азия чемпионаты аяқталды. Барлық жекпе-жектерді тікелей эфирде қарап шықтым. Бұл турнирдің қарсаңында мен бұл жерде кішкене болжам жасап көрген болатынмын. Енді дәл осы турнирді жалпы бір қорытындылап кетейік. Ортаға өз ойымды барынша ашық салуға тырысамын. Ең алдымен қарапайым бір ақпаратты айта кетейік. Базовый дүниелер былайша айтқанда, біз командалық екінші орын алдық, 4 алтын медальмен. Жалпы 9 адам финалға шыққан болатын, оның 4-еу жеңіске жетсе, 5-еу жеңіске ұшырады. Өзбекстан бірінші орында 8 медаль, алтын, мен қазір тек қана алтын медальдарды есептеп отырмын, және Тәжікстанда 1 медаль бар, яғни 13 медальді 3 мемлекет өзара бөліп алған. Жалпы турнирге келетін болсақ, сондай бір жоғары деңгейде өткен турнир деп айта алмаймын, өйткені түсінікті, баста Иордания болу керек еді, бірақ ол жақтағы саяси жағдайға байланысты Таиландқа ауыстырылды. Продакшн жағынан сұрақтар болды, жалпы медиа жағынан да сұрақтар көп бұл турнирге, тіпті тікелей эфирде біздің каналдарда көрсете алмады өкінішке қарай бұл турнирді. Бірақ қызығушылық мол, әсіресе Қазақстан мен Өзбекстанның текетіресі әрине интернетте әрдайым бір осындай дискуссия тудырып жатады, сондықтан мен де бұл дискуссияға барып қыстырылып кетейін. Турнирге баға беретін болсақ, толықтай бір Азия чемпионаты деуге де келмейді, өйткені бұлай деуге де бірнеше фактор бар. Ол ең бір қарапайым дүние, бұл жуырда ғана аяқталған Олимпиада ойындар. Олимпиада ойыннан кейінгі келесі бір үлкен турнирлер осындай бір бәсекелестікке толы болмайды. Әлем чемпионаты да 2021 жылы дәл осылай болған еді, Белградта бәсекелестік жоғары болмады, біз күткендей. Осы жерде Азия чемпионаты ондай бәсекелестіктің отырған қоса аймақтағы бәсекелестердің бірі, үздік топ 5-те жүретін үнді командасы қатысқан жоқ. Бұл да әрине ішкі бір бәсекелестікке әсер етті. Сондықтан бар бір қарсыластық, бәсекелестік дәл Қазақстан мен Өзбекстанның арасында өтті. Қызықты бір өзім есептеп шықтым статистика. Біз Қазақстан мен Өзбекстан жігіттері өзара 13 салмақтың 12-сінде кездескен. Есеп 7-5, өзбек жігіттері бұл жерде де бізден алда. Жалпы сосын мынадай бір жанкүйерлердің арасында кең тараған сөз, бір түсінікті естіп жүрмін, Өзбекстанның екінші құрамасына ұтылып қалдық деп. Енді олай деуге де келмейтін шығар. Енді былай алып қарайтын болсаңыздар, олимпиадалық 7 салмақта өнер көрсеткен спортшылардың 4-еуі қатыспаған. Ауыр салмақтағы Жалолов толықтай кәсіпқой боксқа бет бұрды, оның орнына бірінші номер болып келген Жахангир Закиров қатысты. 80 келі салмақта Хабибуллаев, олимпиадаға қатысқан адам, өз салмағында келді. 63 келі салмақ дәрежесіне медаль ала алмаған Руслан Абдуллаев та кәсіпқой боксқа ауысты. Міне 7-еуінің 4-еуі қалады, дәл осы 4 алтын медалист қатыспаған. Дәл осы салмақтарда екінші нөмір дейік, бірақ енді қалай екінші нөмір? Бірінші нөмірден еш кем емес жігіттер. Мысалы 57 келі салмақта Меразбек Мырзахалиев келген 2019 жылғы әлем чемпионы. Осымен 2 рет Азия чемпионы болған жігіт. Халоковтан ешқай жері кем емес, бәлкім ішкі бәсекелестікте шыдамаған шығар турнирлерде, бірақ қалай дегенмен әлем чемпионы болған адам әуесқойлар арасында. Сондықтан бұл сондай бір екінші құрама деуге емес, және де олимпиадалық емес салмақтарды алып қарсаңыздар, сол мысалы Ташкентбайда өткен Шодияржон Ташкентте өткен әлем чемпионатында өз құрамасының атынан қатысқан 2 жылдай өз салмағында бірінші нөмір болып жүрген спортшы. Яғни олимпиадалық емес салмақтарда бірінші нөмірлер келген. Ал 63 келі салмақ дәрежесінде олимпиадалық салмақ болған арасынан Абдуллаевтың орнына келген бірінші нөмір қатысты деген сияқты. Аса ауыр салмақта бірінші нөмір спортшы қатысты. Сондықтан бұл сондай бір жартылай шындық деуге болатын шығар. Шынымен де кейбір салмақтарда екінші нөмірлер болды, бірақ олардың өздері де біздің өздерінің де бірінші нөмірлеріне кәдімгідей бір үлкен бәсекелестік жасай алатын командалардың бірі. Одан бөлек жалпы бұл жекпе-жектерге келетін болсақ, толықтай бір бүгін біз 9 финалда 8 Қазақстан Өзбекстан арасында жекпе-жек көрді. Қазір қателеспей отырсам, шынымен де біздің жігіттердің кейбір сәттерде ұтылғанын мойындайық. Бірақ кейбір сәттерде мен мысалы төрешілердің шешімін түсінбедім. Ташкентбай мен Шодияржонның жекпе-жегі мысалы, ол жерде айту қиын. Осылай міне шынымен де бір ауыздан жеңісті беріп жіберуге болады ма деген сияқты. Дулат Бекбауовтың жекпе-жегі де көп сұрақ туғызады. Ол жерде тіпті баут ревью дегенге жетті.
баут ревью дегеніміз, бұл былайша айтқанда қарапайым сөзбен айтатын болсақ, қосымша төрешілерді қосу, яғни рингтің қасында отырған 5 төреші тең деген нәтиже қойып отыр, шығара алмай отыр нәтиже, сонда қосымша тағы төреші қосылады, сол төрешінің үкімімен ақыры бір мәмілеге келеді. Сол төреші өзбек жігітіне беріп жүрген. Көріңіздер, бұл және біздің жігіттер ұтылған кезде сондай бір ой сырата бір быт-шыт болып ұтылған жоқ, арасында былай қарайтын болсаңыздар. Бұл жерде не маңызды? Түсінікті, бұл өте бір жоғары деңгейдегі боксшылар. Қалай дегенмен сары құрлық чемпионатының финалы. Андай-мындай адам жетпейді ол жерге. Әсіресе өзбек қазақ боксшылары бір-бірін жақсы біледі. Бұл жерде сырттағы бір саясат, рингтің сыртындағы саясат маңызды да. Өкінішке қарай біздің тарап, біздің федерация бұл жерде бәлкім төрешілермен әлі жұмыс жасай алмай жүр. Енді төрешілермен жұмыс жасау мен қазір сатып алуға шақырып отырған жоқпын, бірақ оның да бір ішкі бір саяси моменттері бар, оны жасайтын. Ол барлығына, мысалы, спорт саласында жүрген адамдар үшін барлығына түсінікті. Төрешілермен де дұрыс жұмыс жасай білу керек. Оған қоса сөзі өтетін, былайша айтқанда, бір функционер болу керек. Шынымен де бір беделі бар, сөзі өтетін, соның сөзіне бір құлақ асатын адам болу керек. Сонда ғана біздің жігіттерге оң көзбен қарайды. Ал бұндай кезде, міне көрдіңіздер ме, мынаған да беруге болады жеңісті. Бекбауовтың жекпе-жегі сондай болды. Жүсіповтікі дейді кейбіреулері, тіпті бас бапкердің өзі айтып отыр. Жаңағы Ташкенбайдың жекпе-жегі бар. Ташкенбай Шадержонды оған дейін 2 рет ұтқан. Азия чемпионатының жастар арасында финалында Ташкенттегі әлем чемпионатын ұтқан. Осы жолы келді, міне ұтылып қалды. Міне бұл жекпе-жектерді шынымен де бір-біріне сай болды, қарсыластар. Бірақ міне деп тұрғаныңызға төреші мына жаққа беріп жібереді. Бұл жерде маңызды фактор сол сыртқы фактор, рингтің сыртында не болып жатыр. Демек, біз сол майданда әлі де толық жұмыс жасай алмай жүрміз деңіз. Өйткені Париж олимпиадасында осындай жағдайды көрдік. Енді осындай тең жекпе-жектерде біздің жігіттерден алып қояды жеңісті. Тең түсіп жатса, қазақтар ұшып кетеді. Тең түседі ме, қазақтар ұшып кетеді. Бұл не деген сөз? Рингтің сыртындағы жұмыс толықтай атқарылмай жатыр деген сөз. Сосын тағы бір назар аударған дүние, біз сол тек қана бір өзбектермен қырылуға келген адам сияқты біздің боксшылар солай болып көрінді. Кімге ұтылсам да бейлі, өзбекке ұтылмай. Солай бір жанып кеткен сияқты кейбіреулер. Өйткені кәдімгідей бір шығып төбелесуге дайын тұрған боксшыларды көрдім. Кейде эмоцияға беріліп, план құрсын деп, кәдімгідей ашық ұрысқа кірісіп кетіп жатты. Бір жоспар, нақты бір тактика жоқ екен байқалып қалды. Өйткені ол жерде эмоция басын жаулап алады, планды доғарып, барып төбелесе бастайсың. Одан бөлек сол бұрынғы жырды да байқадым. Мысалы, 1-2 жекпе-жектерде бізде спортшылар тәп-тәуір бастады да, әсіресе бірінші раундты алады, 2 мен 3-те сосын ақырын өше бастайды. Бірақ бұрынғыдай емес, енді қазір шынымен де физикалық тұрғыдан біраз өзгешеліктер байқалып тұр. Енді құрама да өзгерді, оны да ескере отырайық. Одан кейін тағы да бір ескеретін жайт, енді салыстыратын болсақ, ойбай, тағы да өзбектер ұтылып қалдық, бітті деп бізді жермен жексен қылады. Бірақ таза статистика сөйлесін бұл жерде. 2022 жылы соңғы Азия чемпионатында Қазақстанның 13 салмақтың 9-ында финалға адам шығады. Соның 3-інде алтын алады. Яғни 6 күміспен келеміз. Ал осы жылы 9 адам осы жолда шығады, бірақ 4-еуі алтын алады. Енді кем дегенде нәтиже жақсарып отыр деген сөз. Өзбектердікі 2 есе жақсарған, олар да ол кезде 4 алтын алған болатын, енді міне 8 алтын медаль алып отыр. Енді бұл жоғарыда айтқан, мен сол бәсекелестіктің бір төмендігімен байланыстырамын. Оған қоса саяси факторлар да бар. Қазір IBA кетіп жатыр, World Boxing болып жатыр. Аға-жаға быт-шыт, жыл соңына қарай әсіресе қазір кім қай жаққа бет бұра түсініксіз. Бұл 13 салмақ дәрежесінде өткен соңғы Азия чемпионаты. Бұдан кейін біз World Boxing'ге бет бұрамыз. Ол жақта 10 салмақ дәрежесі қарастырылған. 50 келіден басталады да 90 келіге дейін 5-5 келі жүре берістер. 90-нан жоғары абсолютный ең ауыр салмақ, аса ауыр салмақ, плюс 90 болып есептеледі.
сол жерде қызықтың бәрі басталатын сияқты. Өйткені салмақтар қысқарады, кейбір спортшылар, әртүрлі салмақта жүрген спортшылар енді бір салмаққа бірігуі керек болады. Енді жалпы жекпе-жектерді талқылайтын болсақ, соңғы жылдардағы тенденция сақталып келеді. Біз өзбектерге бәсекелеспіз, бірақ әлем чемпионаты болсын, олимпиада ойындары болсын, Азия ойындары болсын, барлығы да біздің әзірше әлемде өзбектерден кейін келе жатқан құрама ретінде байқауға болады. Сол тенденция әлі де сақталып келе жатыр. World Boxing'ге ауысқан кезде біраз өзгерістер болуы мүмкін. Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Өткен салмақ дәрежелері өзгереді деген сияқты. Оған қоса құрама да біраз өзгереді. Қандай салмақтар олимпиадалық болады, ол да түсініксіз. Бірақ шынымен де қазір жаңа бір есімдер пайда болады. Ұлттық құрама сапында да олардың құрамасына өзгереді. Мен бұған дейінгі мысалы талдау барысында Жахангир Закиров деген жігітке қатты назар аударған болатын. Ауыр салмақтағы жасы небәрі 21-де, келесі олимпиадалық циклға 25-ке келеді екен. Сол кезде шынымен де бабының бір шарықтаған шыңына жетуі мүмкін, шарықтаған шағына жетуі мүмкін. Айбек Оралбайға жартылай финалда ұтылып қалды бұл жігіт. Бірақ бұл Жалоловтың орнын басатын жігіттердің бірі. Сондықтан қазірден бастап бұл жігітке жіті назар аудару керек. Естеріңізде болса, Қамшыбек те кезінде Жалоловты ұтып жүріп, бірақ кейін Жалолов сондай бір алынбайтын қамалға айналды Қамшыбек үшін. Финалға шығады, әлем чемпионаты болсын, Азия чемпионаты болсын, барады да Қамшыбектен сүрінеді. Сондықтан қазірдің өзінде де Айбек ол кезде 28-ге келеді. Лас-Вегастегі олимпиада ойындары, Лос-Анджелестегі олимпиада ойындарында. Сондықтан қазірден бастап зерттеп қарап жүру керек. Менің ойымша біз дәл осы ауыр салмақтағы боксшыға жіті назар аударуымыз керек деп ойлаймын. Және де енді жекпе-жектердің барлығын біртіндеп тоқтап отырып, барлығына бір саралап отырудың қажеті жоқ деп есептеймін. Бірақ Санжар Ташкенбайдың болашағы зор менің ойымша. Әсіресе World Boxing кезінде 50 келі болса тіпті тамаша болатын сияқты. Жасы да келіп тұр, стилі де әлі де бір алысқа шабатын боксшыдай болып көрінеді. Одан бөлек Махмуд Сабырхан шынымен де 54 келінің боксшысы екенін тағы бір мәрте көрсетті. 54 келіге келсе шынымен де қарсылас шақ келтірмейді. Жалпы жылдамдығы болсын, күші болсын, функционалдық даярлығы болсын, дәл осы 54 келіге жақсы келеді екен. Қазір World Boxing 55 келі пайда болады. 55-60 келі, яғни 55 келіде Махмуд Сабырхан өзін жақсы сезіну керек. Сосын Тоғанбай бізді бір қуандырған жігіттердің бірі. Қуанып қалдық бұл боксшының өнеріне. Шынымен де бірдеңе соңғы кездері әсіресе бірдеңе жетіспей жүрген сияқты еді, бірақ осы жыл шынымен де Тоғанбайдікі біраз турнирлер топ жарып, шынымен де жақсы келе жатқан боксшылардың бірі. Міне жылды Азия чемпион деген атақпен аяқтап отыр. Енді Айбек біртіндеп аса ауыр салмаққа бейімделе бастайды. Қамшыбектің орнын басатын боксшы болуы тиіс алдағы уақыттарда. Енді олимпиадаға да дайындалатын болады. Жоғарыда айтқандай жасы 28-ге жақындап қалады. Ол кезде шынымен де ауыр салмақ өкілі үшін әуесқой бокстағы өте жақсы бір шақ. Ол кезде сондықтан келесі олимпиада сол ауыр салмақта тағы да қазақ-өзбек боксшылары олимпиадаға дейін дәл осы ауыр салмақтың тізгінін ұстауға әбден ықтимал. Менің ойымша Айбек пен Жахангирдің текетіресін біз әлі талай рет тамашалаймыз, талай рет күтеміз. Шамамен бір осындай ойларым бар. Әсіресе мысалы Молжігітов жайлы айтатын болсақ, бұлар кішкене жастау, әлі толықтай ашыла алмай қалған сияқты. Бекзат Нұрдәулетов енді бір төбелесіп кәдімгі мінезінің арқасында жеңісті жұлып алды деуге болатын шығар. Одан кейін кішкене біздің жігіттердің жолы ашыла бастады. Тоғанбай ұтты, Айбек ұтты деген сияқты. Өкінішке қарай мысалы Абылайхан жайлы айтатын болсақ, Абылайханның бір профиге ауысқанына бір 3-4 жылдан кейін қайтып берді. Токиодағы олимпиададан кейін, 3 жылдан кейін. Бірақ шынымды айтайын, бір керемет өзгерістер көрген жоқпын. Сондай бір өткір шабуыл жасаған, қысым көрсеткен боксшы емес. Менің ойымша бұл салмақта біз іздеуіміз керек. Әсіресе қазір барлығы Төрехан жайлы айтып жатыр, Сабырхан. Кім біледі, 4 жылдан кейін Сабырханның да жасы 23-22-ге келіп қалады. Бәлкім бұл жігіт алға суырылып шығатын шығар, бірақ мен шынымды айтайын, жанкүйер ретінде Абылайханды ұлттық құраманың бірінші нөмірі ретінде қаламас едім.
бұл боксшының болуын. Өйткені бұған дейін қалай жұдырықтасты, дәл солай жұдырықтап жүрген боксшы, соның стилінде бір керемет өзгерістер көрген жоқпын. Кәсіпқойда жолы болмағаннан кейін, жолы ашылмағаннан кейін амалсыздан әуесқойға қайтып келген боксшы. Тым болмағанда осы жақта бір нәпақамды тауып жүрейін деді ме, мотивациясын білмеймін, бірақ келесі олимпиадаға баратын адам емес деп есептеймін. Өйткені ол кезде тіпті жасы 31-32-ге келіп қалады, кем дегенде 30. Сондықтан жасырақ біреуге жолды берген жөнді шығар деп ойлап қоямын іштей. Қорытынды осындай, құрмет көрермен, боксшыларға қатысты, жалпы турнирге қатысты өз ойымды айтып көрдім. Кішкене шашыраңқы болуы да мүмкін, бірақ жалпы қорытындылай келетін болсақ, тенденция жақсы. Құрамада біраз өзгерістер болды. Келесі олимпиадаға дейін әлі талай рет құрама өзгереді. Кейбіреулер құрамадан кетеді, кейбіреудің жасы келіп қалады деген сияқты. Осылай іріктеу арқылы келесі олимпиадаға да суырылып алға шығатын жігіттер болады. Ал жалпы тенденция сақталып келе жатыр. Өткен Азияға қарағанда, өткен Азия чемпионатына қарағанда қалай дегенмен осы Азия чемпионатында біз үшін әлдеқайда нәтижелі. Бұны да мойындай отырайық. Құр ғана статистика, өткен Азия чемпионаты мен осы Азия чемпионатын салыстырасыздар, болды. Мына жақта нәтиже жақсырақ. Сондықтан құраманы қатты сөкпес едім, шынымды айтайын, және де біз өз-өзімізді кейде солай жандырып қоятын сияқтымыз. Боксшыларымыз да сондай, сол алдын ала сол өзбектермен жұдырықтасуға дайын болып, финалға сол шарықтаған шағына жеткен кезде кейбір боксшылар сол қысымның кесірінен, мына мойынға салған жүктің кесірінен жанып кетіп жатыр. Бәлкім өзімізді біреумен салыстыруды доғару керек шығар деп ойлаймын енді. Сондай ой бар. Сіздер де жаза отырыңыздар. Менің комментарийіме қош келдіңіздер. Менің YouTube арнама тіркеліңіздер. Анда-санда осылай жекпе-жек әлемде болып жатқан жаңалықтарға қатысты өз ойымды осы жерге сала отырамын. Оған қоса менде Instagram бар, Telegram бар. Әсіресе Telegramда жиі байланысқа шығып тұрамын. Ол жақта да қызықты бір дүниелерді немесе өз ойымды салып жазып жүруге тырысамын. Сондықтан менің Instagram'ма, Telegram'ма қош келдіңіздер.